армысыз менің қазақ елім. Мен Сейдахметова Зубайда, Астана қаласындағы азаматтық белсендімін. Ұмытпай тұрғанда Шынар Рақымғазықызы А деген кісіге басымды иіп рахметімді айтам. Осы мен маған көмек үшін қаражаттай көмек беріп отырған адамның екінші адам, оның намында Нұрбол деген біздің азаматтық белсенді Лесная Полянада тұратын, сол жақтан келеді. Өзі Абыралының жігіті, Абыралының баласы, менің күйеу сымақ жаман күйеуімнің жерлесі Нұрбол. Ол маған 2,5 мың теңге берген. Енді ана жолы Шынар берді. Рахмет, Шынар. Мұнда бір рахмет. Осы мен 2 адамнан көмек үшін алып отырмын. Жақсы, мен үшін қуаныштымын. Ал ұмытпай тұрғанда осыны айтып алдым. Бүгін енді сәнден боянысқан себебім үйдегі қызымның құрбы қыздары сәнденшек. Тәте, сіз неге видеоға сәнден шықпайсыз дейді. Мен сәнденетін депутатпын ба, әртіспін ба, мен азаматтық белсендімін ғой. Мен шындықты қай түрде болсын айта беретін адаммын ғой десем, жоқ, сіз бірінші өзіңізді жақсы көру керексіз, соңген халқыңызға сол өзіңіздің махаббатыңызды жеткізуіңіз керек. Өзіңізге бірінші, соңген отанға. Жақсы, енді махаббатым отанға осылай жетсе қуаныштымын. Бүгін сәл-пәл бетімді әрлеп бой салғанмын. Ойламаңдар, Зубайда құтырып, сәнденіп, құтырып кетті, дандайсы кетті деп. Дандайсымаймын. Отан сүйгіштікті менің жүрегімнен жұлып ала алмайсыңдар. Менің жүрегімде мен қазір өзімді өте бақытты адам деп есептеймін. Өйткені мен жай ғана жылаумен, сықтаумен Дулатты айтып қана жүрген жоқпын. Мен бүкіл басынан бастап соңына дейін қазақтың батыр ұлы Дулат Ағаділдің шаңырағында жүріп жұмыс істедім. Біреулер айтады, енді ішімізде бар ғой, қайта айтын, тікелей эфирден көресіздер. Зубайда от всех прячется, но обо всем знает все деп сөйтіп айтқан кісілер. Енді олар не мақсатпен айтқан білмеймін, қалжың ретінде ма, жарайды, қалжың ретінде есептейік. Мен үйде де тығылып отыра беретін едім, сол ішкі істер ұлттық қауіпсіздік комитетінен. Бірақ та мен бос сатпай, оданша пайдамды Дулаттың үйіне жіберейін деп, сол үйге барып алдым. Жерде жаттым, пеноплексінің үстінде жаттым. Жанымда Құндыз, Сымбат, Самал деген сол 2 қызымыз жанымда пеноплекспен үстінде жатып, подложкамен жамылып жатқан қыздардың алдында басымды ием, нағыз батыр, нағыз отаншыл деген сол қыздарды айтам. Және Дулаттың үйінде келген бүкіл азаматтарға басымды иіп, тіземді бүгемін. Тіземді енді қазір бүге алмаймын, тіземді бүк десеңіздер, халықтың алдында былай тіземді бүгемін. Міне, тікелей мағынада. Өйткені маған адамдар қосылып жатыр. Зубайда апай, сіз жақсы адамсыз, сондай бұндай. Енді оны мен жартылай сенем, жартылай сенбеймін. Өйткені ұлттық қауіпсіздік комитетінің иттері бар ғой, жандай шаптар. Соларыма деймде бірінші күдік түседі. Соңген олардан мен бас тартып сөйлескім келмейді. Соңген ақырын бірте-бірте біліп көріп жатамын. Жақсы адамдар. Бірінші кезеңде мен былай сұраймын. Асарда болдым ба деп. Болдым десе болды, ол менің адамым. Асарда жүрген бүкіл азамат, бүкіл ер азамат, халық 10 миллион жинап берген, тағы да жинап беріп жатқан шығар. Осы халқымның алдында басымды иіп қуанамын. Менің қазақ елім өте данышпан. Қазақ елімнің, ата-бабамның үлкен әдеп-ғұрпы, салт-дәстүрі, тәрбиесі, асарды қолға алып, дамытып оны ертең балаларымызға, ұрпақтарымызға үлгі ретінде, тәлім-тәрбие ретінде осындай ар-ождандыққа, ұлт жандыққа, ұлттық намыс-қойға, отан сүйгіштікке, отанға деген сүйіспеншілікке, ұжымдыққа, қазақилыққа, қазақылануға біз үлкен үлес қосып,
бүкіл жан жақтан жиналған қазақтар, тағы да аузымды толтырып айтамын, Дулаттың үйін бүкіл қазақ елі, Қазақстанның азаматтары салып берді. Ол менің эфирімде барлығы тіркелген, өзім аузын толтырып айтамын, бүкіл түкпір-түкпірден келген, бүкіл қазақ елінің арқасында салынған үй. Бүкіл басқалар егерде біз салдық, сөйтіп жаттық деп сондай мақтан сөздер болса, оған мен қарсы шығып өте айта аламын. Өйткені көп эфирда, көп түсірілімде мен сөйлеп жүрмін, мен түсіріп жүрмін. Сол үшін халық маған сендер, мен сендермен біргемін. Мен халық үшін жаным фида, халық үшін аянбаймын. Ешқашанда, ешқандай өсек аяңға нетпеймін, бұғымаймын. Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті маған неше түрлі айтып жатыр. Оған да керек қылып тұрған жоқпын. Жасым келді, Құдайға шүкір. Не айтса да маған бәрібір. Оны айтарынан да бірінші дәлелдемесі керек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің топастығы соншалық, есаландылығы соншалық өсек аян қатындардың сөзін сөйлеп, егерде маған бірдеңке тіккісі келсе, олар видеомен, кәдімгі құжаттармен тігетін еді. Құр қатынның сөзін сөйлеп, менен құтылғысы келеді. Онда мен мықтымын ғой, жандарым. Менің бүгінгі қуанып тұрған осай лепіріп емес, енді қуанып шаттанып тұрған себебі, Қызылағаштың бір баласы маған кеше түннен бастап қосылып, бүгін жақсы сөздерін жазып, енді менің фейсбуктағы видеоларымның астынан оқисыздар. Рахмет. Жақсы көріп жатыр халық. Бұндай халыққа мен аянбаймын. Бұндай халық тұрғанда мен ешкімнен қорқпаймын. Ертең 25 қыркүйекте митингқа шықсам, содан кейін соттасаңдар, соттай беріңдер, маған бәрібір. Ең негізі, қазір ұлттық қауіпсіздік комитеті менің конкретно соттағыларым келсе, оданша митингті ұстап, сонда соттаңдар. Мен мынандай халық үшін соттауға қорқпаймын. Қуат Хамитов, Қуат Найман, сені бүкіл қазақ елі қуанып, біздің ер азаматтар көрсең қалай қуанғаны, ішімізден ең құрмағанда бір жігіт шықты ғой, қазақи, өзі спортсмен, өзі күрескер шықты ғой деп еді. Кішкене тай салғаны, кішкене ят болды. Халық үшін аянба жаным, халықпен бол, халықтың алдында бол. Біз сені артынан ереміз, біз сені ешқашанда ренжітпейміз, қамалған жерінен шығарып аламыз. Өйткені сен халықтың баласысың. Қаймықпа, қайтпа. Мен қайсар, қайтпас қазақтың тәтесінен үйрен. Мен сияқты бол жаным, мен ешкімнен де қорқып. Маған не айтпады, соның өзіне неткен жоқпын. Тек қана ұлттық қауіпсіздік биліктің адамдары емес, жанында жүрген адамдарымды айтып жатыр. Соған мен ешқашанда қаймықпаймын. Біз Қуат, сен ана жолы әрине Қуат айтты деп ешкім шығып, ешкімді өлтіріп, ұрып жатпайды. Әрине ол спортшы, төбелес, жұдырықпен ғана сөйлесетін адам. Әрине сондай сөздер айтты, оған біз көзіміз жұмып қараймыз. Оның сөзі бізге мамықтай, ал билік оны өтірік әшкерелеп, өтірік кінә тағып ұстағысы келді. Сенің бұл қайтып кешірім сұрағанын мен қорқақтық емес, бұл жерде сенің қазір спорт, ойында спорт, жеңу деген ойында тұр. Сол үшін сен халықтың баласысын. Егер де сен халықты алып жүрсен, біз сенің артынан еруге дайынбыз. Бұндай батырның артынан ерген бізге қуаныш. Жаным, ешкімнен қаймықпа, қорқпа. Қуат Найман, сен біздің батырымызсың. Сен қазақтың алдында жүретін данкасың. Сол үшін алға бізге, бәрімізге алға, біз әрқайсымыз көшбасшымыз. Бірақ та мынандай мықты жігіттер бізге керек. Ешкім қару ұстап, Қуат айтты деп шықпайды. Дезинфекция жасайтын адамдар бәрі қарапайым, кедей қазақтар. Олар біз өлтіретін жауыз емеспіз, экстремист емеспіз. Билік экстремист. Билікті бейбіт жолмен шығаруымыз керек. Өйткені билікте үнді отыр. Ертең сиыр жей алмай қаласыңдар. Немесе үндінің бүкіл сиырын бізге алып келсін, біз жеп алайық. Корей отыр, кәріс отыр, ұйғыр отыр, қалмақ отыр, орыс отыр, тағы орыс отыр, еврей отыр. Тек қана қазақ отырған жоқ. Сол үшін
осы билікте бір Мұхтар Әблязов отырса, біз жеңіске жетеміз. Алға қазақ елі. Мен сендерменмін.